шприцті қалай ашуымыз керек, жалпы өзіміздің қауіпсіздігімізді қалай сақтауымыз керек, дәрілерді жинаған кезде қандай ережелерді ұстануымыз керек деген сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Егер сізді осы сұрақтар қызықтыратын болса, каналға міндетті түрде тіркеліңіздер, достарыңызға жіберіңіздер, және де сақтап алуды да ұмытпаңыздар, достар. Комментарий обязательно. Кеттік, достар. Қараңыздар, кез келген жағдайда біз укол салатын кезде, мен айттым кеше, өзіміздің қауіпсіздігіміз ол өте маңызды. Хоть сіз анаңызға салыңыз, хоть сіз әкеңізге салыңыз, өзіңіздің жақын бауырыңызға салыңыз, ол адамның қандай аурумен ауыратындығын білмейміз. Біз білеміз көптеген аурудың қан арқылы таралатындығын, қан арқылы ол ауру сізге жұғатындығын. Біз тіпті енді больницада немесе басқа клиникада жүрген кезде обязательно перчатка киеміз, тіпті ол кездің өзінде. Сондықтан да сіз қай жерде жүрсеңіз де перчатканы киюіңіз міндетті түрде. Достар, перчатканы одан соң алған кезде өзіңіздің размеріңізді алу өте маңызды. Перчатканың де срок годности болады, оны да ұмытпаңыздар. Өз басыңызға андай сөз келуі мүмкін, сондықтан да кез келген нәрсенің срок годности болады. Потом оның размерлері қыз балаларға СК размер болады в основном, ал ер адамдарға МК, ЛК деген размерлерді аласыздар. Ал размерін алмаған кезде басқа осы дәрі-дәрмектермен жұмыс жасау өте қиын болады. Пациенттің тамырын іздеген кезде де сізге қиындықтар тудырады. Сондықтан да өз размеріңізді алғаныңыз өте тиімді болады. Перчатканың өзінің кию тәсілдері бар, достар. Қараңыздар, перчаткасыға келген кезде осылай тұрады ғой. Сіз оның іш жағынан ұстай алмайсыздар, іші стерильный болады себебі. Сондықтан да осылай қолыңызды іш жағына кіргізесіздер, достар. Осылай әкелесіздер, мына қолыңызды жайлап, мынандай қылып тығып жібересіздер. Көрдіңіздер ме? Мен іш жағынан ұстаған жоқпын. Екінші перчатканы мына қолымызды іш жағынан кіргіземіз. Осылай іш жағынан кіргіземіз. Сәйкесінше екінші қолымызбен перчаткамызды киіп аламыз. Көрдіңіздер ме? Получается, мен ешқандай іш жағын ұстаған жоқпын. Осылай киеміз перчатканы. Одан соң шприцті алған кезде оның да тоже срок годности болады. Оның да срок годности обязательно, достар. Бұл өзіңіздің басыңыздың қауіпсіздігі, достар. Срок годности қарауды ұмытып кеттім деген сөз болмайды. Тіпті сіз аптекадан дәрі-дәрмекті алып жатқан срок годностьін қараңыздар. Себебі кейбір аптекалардың өзінде сізге қарамайды, олар срок годностьін сізге бере салады. Сіз оны пациентке барып салсаңыз, ол пациентте аллергия болуы мүмкін, шоковое состояние. Сондықтан, достар, ол өте маңызды срок годности дейтін дүние. Қарайсыздар, ашатын жері бар, мына жерде өз стрелка, қайдан ашам деп ойланбайсыздар. Осыны осылай бетіп ашдар. Одан соң ампуламызды дайындаймыз. Мен сіздерге айттым, аскорбинка аламыз деп. Аскорбинка тоже самый, срок годностьін қараймыз. Себебі срок годностьін қарамасақ не болатынын өздеріңізге айттым. Сондықтан да, достар, ұмытпаңдаршы, осыны көбісі ұмытып кетіп жатады. Потом мен қараймын, кейде осы аскорбинкілердің көбісінің сроктары өтіп кетіп жатады. Сондықтан да 24 күн екен міне срогі. Мына жерде жидкосты былай төмен қарап қағамыз. Былай. Кейде былай қағады, енді қалай қақсаңыз өзіңіздің еркіңіз. Негізі бір саусақпен осылай қақсаңыз, ешқандай да жидкость қалмайды мына жерде. Потом мына жерде өз стерелкасы бар. Стерелкасы жоқ болса, өзінде кесетін дүниелер болады. Сондаймен кесіп, осылай төмен қарай басасыз. Осында көбісі аша алмай жатады. Негізі қиын емес. Именно осы точкадан басатын болсаңыз, ол оңай ғана ашыла кетеді, достар. Бастыңыз, аштыңыз. Ешқандай қиындығы жоқ, достар. Сондықтан да барынша мұқият істеуге тырыссаңыздар, ешқандай да қиын емес. Одан соң шприцімізді жаңағы көрсеткен стрелканың бойынша ашамыз. Оны бүйтіп ашып жыртып тастамаңыздар. Мынаны себеп кері саламыз, ішіне мына әлі стерильный ғой бізде. Сондықтан да қатты жыртып ашып тастамаңыздар. Осылай аштық. Мынандай негіз, достар, қараңыздар. Осылай ұстадыңыздар ғой. Бұлай әкелесізде, мынаны былай сразу көтересіздер. Ешқандай сіздің жидкость төменге не істемейді, дәріңіз төгіліп кетпейді. Осылай жайлап тартасыздар. Негізі бұны көбісі жинай алмайды бұлай. Баста үйреніп жүрген адамдар үшін бұлай жинау өте қиын, достар. Сондықтан мен сізге қазір өте оңай жолын көрсетемін. Бұлай барлығы жинау керек екен, ондай деген дүние жоқ. Міне. Қараңыздар, барлығын жинап алдым ішіне. Жиналып тұр, көрдіңіздер ме? Ал бұлай көбісі жинай алмайды. Ал мен олай жинай алмайды екенмін деп укол салмай жүрмейсіздер ғой. Сондықтан мен қазір сіздерге кері үйретем, қалай оңай жинауға болады. Мен де баста мынандай жинау маған қиын еді, мен қазір үйреніп кеттім. Уақыт өте келе үйренесіздер. Міне, егер сізге қиын болса, мына қолыңызға осылай ұстайсыз.
И одан соң былай ұстайсыз да, міне қалай сізге анық көрсету үшін ғой барлығы. Одан соң міне осылай жинай бересіздер достар. Қараңыздар, мына қолмен мынаны ұстап тұрамыз, екінші қолымызбен былай тартамыз. Міне ешқандай қиындығы жоқ. Андай жинай алмаймын деп не істеудің қажеті жоқ. Барлығы практикамен келетін дүниелер. Сондықтан да қалай сізге ыңғайлы, қалай жинай аласыз, солай жинаңыз. Просто ертең клиникада жұмыс жасаған кезде сіздің профессионалдығыңыз сол жерде көрінеді, қалай жинауды. Сондықтан да білгеніңіз ол өзіңіз үшін пайдалы просто. Осылай крышкасын жабасыздар и кері ыдысқа мынаға салып қоямыз. Міне біздің уже дайын. Осыны енді кез келген жаңағы пациентімізге салуымызға болады. Сондықтан да бұл ережелерді сақтау не үшін керек? Ереже сіз басқа, сіз ата-анаңыздың алдында сіз ереже сақтамасаңыз да олар сізге мән бермейді. Бірақ барынша сіздің оқығандығыңызды, сіздің жақсы істей алатыныңызды олар көру керек, білу керек. Одан соң халық ол көп сынағыш болып келеді. Практиканттарды в основном олар қатты сынайды. Олар бір нәрсені біліп тұрса да, ол сізге ешқашан айтпайды, былай істе деп. Сондықтан да сіз барынша мықты, өзіңіз күшті білетін адам сияқты ұстап, барлығын тиянақты істеуге тырысуыңыздар достар. Барлығы осы ережелерді сақтаудан басталады. Сондықтан да келесі видеомызда адаммен қалай сөйлесеміз және оны ол адамға қалай саламыз, сол дүниелерді көрсететін боламын.